Баршаңызға сәлем. Ағылшын тілінде әдемі, көркем сөйлеу үшін сын есімнің атқаратын рөлі маңызды. Бір заттың түр-түсін, сапасын, салмағын, көлемін, дәмін, иісін білдіргенде сын есімдерді қолданамыз. Мысалы, I have an interesting book. He is clever. It is difficult. Сын есімнің шырайларының 3 түрі бар. Positive – жай шырай. Comparative – салыстырмалы шырай. Superlative – асырмалы шырай. Сондай-ақ, as сын есім as конструкциясы арқылы, than сөзі арқылы салыстырмалы сөйлемдер құраймыз. For example, Арман is as clever as Мақсат. Арман Мақсат сияқты ақылды. Арман is taller than his friend. Арман досына қарағанда ұзынырақ. Енді мұнда тұрған 3 қаламның ұзын немесе қысқа екендігін білдіру үшін бір-бірімен салыстырып көрелік. Long түбірі ұзын, жай шырай. Longe ұзынырақ. Қазақ тіліндегі рақ, рек дегенді жұрнақты жұрнағы білдіріп тұр. Және де the longest est жұрнағы арқылы жасалынып тұр. Бұл бізде ең ұзын дегенді білдіреді. Яғни, the blue pencil is longer than red, but green pencil is the longest. Milk, tea, water, hot сөзімен сөйлем құрайтын болсақ, tea is hotter than milk, but water is the hottest. Шай сүтке қарағанда ыстығырақ, бірақ су ең ыстығы. Сондай-ақ, happy сөзіндегі y әріптің айға айналып кететін жағдайы. Мысалы, my brother was happy last week. He was happier yesterday than last week. And he is the happiest today. Жоғарыда келтірілген мысалдарды, сөйлемдерді ескере отырып, келесі қорытынды жасауға болады. Жалпы, сын есімнің 3 түрлі ереже арқылы жасалынатыны. Біріншісі, ол біз жаңалы бер айтқан comparative, яғни салыстырмалы шырайда сын есімдерге er және асырмалы шырайда est жұрнағы арқылы жасалынады дедік. Яғни, бұл ереже бір немесе кейбір 2 буынды сын есімдерге қатысты. Сондай-ақ, бірнеше өзгерістер туралы айтылды. Соңғы дауыссыз қосарланатын жағдайы, егер дауысты қысқа болып, дауыссызбен аяқталған жағдайда дауыссыз қосарланады. Big, bigger, the biggest. Сондай-ақ, y, I-ға айналып кетеді. Ол ереже, жалпы бұл 2 ереже тек қана сын есімге қатысты емес, сондай-ақ негізі жазылу формасына қарай ағылшын тілінде ерекшелік. Бұл кез келген жағдайда осындай өзгерістер болып тұрады. Екінші ереже көп буынды сын есімдер, яғни салыстырған кезімізде сөздің алдына more, ал асырмалы шырайда the most сөзін қолданамыз. More beautiful, the most beautiful. More interesting, the most interesting. Чтобы описать кого-то или что-то, мы используем прилагательные. Именно благодаря прилагательным мы делаем свою речь живой, насыщенной и эмоциональной. Для образования степеней сравнения от одно- и двусложных прилагательных необходимо прибавить суффиксы er в сравнительной степени и est в превосходной степени. Например, warm, warmer, the warmest. Необходимо пользоваться такими правилами образования простых форм сравнительной и превосходной степени. Например, в прилагательных, оканчивающихся на немое «и», в сравнительной и превосходной степенях оно опускается. Wide, wider, the widest. В прилагательных, оканчивающихся на одну согласную, с предшествующим кратким звуком при образовании степени сравнения конечная согласная удваивается. Big, bigger, the biggest. И в прилагательных, оканчивающихся на y, с предшествующей согласной
сравнительной и превосходной степени буква Y изменяется на I. Easy, easier, the easiest. Степени сравнения прилагательных, состоящих более чем из двух слогов, образуются постановкой перед ними слов more в сравнительной степени и most в превосходной степени. For example, more beautiful, the most beautiful, more interesting, the most interesting. Бұрыс сын есімдердің шырайлары. Кейбір сын есімдер ереже бойынша емес, іштей өзгереді. Мысалы, good – жақсы, bad – жақсырақ, the best – ең жақсы, bad – worse – the worst, many – much, more – the most, little – less – the least. Төменде тұрған сөздер far және old. Far – алыс, екі мағынада. Farther – the farthest, алыс ара қашықтықты білдірсе, further – the furthest, алыс ұзақ уақытын білдіреді. Old – ескі, ескірек, ең ескі, және үлкенірек, ең үлкен дегенді білдіреді. Байқауымызша, older – the oldest, заттарға келсе, elder – the eldest, адамның жас ерекшелігіне қатысты. Есть исключения, которые нужно запомнить. Существуют прилагательные, образующие степени сравнения от других корней. Видео барысында келтірілген мысалдарға ұқсастырып, өз мысалдарымызды құрап, комментарийға қалдырайық. Бүгінгі тақырыпты бекітетін болсақ, мына суретке қарап, сын есімнің асырмалы немесе салыстырмалы шырайда дұрыс орындарына қойып шығайық. Сондай-ақ, жақшаны ашып, дұрыс сөйлем құраймыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше, see you soon!